Байзақ ауданы орталығында жарылғыш затқа ұқсайтын темірлердің үйіліп жатқан алдыңғы хабарымыздан көрген халық көз жеткізу үшін мейрамхана алдына кезек-кезек келіп жатыр. Сынақтарыңызды, қалдықтарыңызды бәрін жинап алып кетіңіздер. Что қорқынышты балалар спокойно ойнасын. Қауіпті жағдай ғой бұның бәрі. Егер олар тазалап жатып бір темекінің бірдеңесі түсіп кетсе, жарылып кетуі мүмкін ғой. Сол үшін бұл жерден алып кетсін. Көпшіліктің үрейін қашырған үйіндінің иесі оның шынымен снаряд екенін айтты. Алайда аукционнан сатып алынған тауардың түк қаупі жоқ дейді. Осы затты өкіметке 83 миллион ақшасы құйып сатып алғанбыз осы нәрсені. Қазір өтпей тұр. 1,5 тонна алынған бір 200-300 тоннасын арендегенде кесіп саттық, қалған бәрі жатырмын тұр. Мен өзіме де бұл оңай болып отқан жоқ қазір. Мінекей, ішінің бәрі бос. Тек қана темірдің дыбысы ғана естіледі. Кәсіпкер мұны қыруар қаржыға осы қару қалдықтарын темір ретінде өткізуге алған. Қазір мұны сата алмай шығынға ұшырап отқанын айтады. Көпшіліктің уайымдайтындай жөні бар. Осыдан бір жыл бұрын Қапшағай қаласындағы темір қабылдау пункттерінің бірінде снаряд жарылып, жұмысшы бақилық болған болатын. Сол кезде де әлдекімдер зеңбіректің қауіпсіз екенін дәлелдегісі келіп, бір-біріне ұрып көрген, алайда ойыннан от шықты. Қолы жоқ па? Қолы жоқ. Көрдіңдер ме уже? Жамбыл облыстық полиция департаменті мейрамхана ауласында тау болып жатқан темірдің қоғамға қаупі жоқ деп ресми мәлімдеді. Зеңбіректі сатып алған кәсіпкер де ауылдастарын қорықпай, керісінше тез құтылу үшін көмекке шақырады. Даже болса сатуға көмектесіңіздер ол үшін. Оны негативный комментарий жазбай. Алайда әскери қоймада сақтаулы қарудың да жарылатынын көрген халықтың отпен ойнақысы жоқ. Олардың жалғыз талабы үйінді тез арада жойылсын дейді. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі.